Сәлем достар, бұл A1, A2 деңгейіне арналған бірінші ағылшын тілі сабағы. Бүгін біз plural countable nouns, яғни саналатын зат есімнің көпше түрімен танысамыз. Бүгінгі сабақтағы ережелермен таныс емес сөздерді жазып отыруды ұмытпаңыздар. Ағылшын тілінде жеке зат есімді көпше түрде жасау үшін біз сөздің соңында келесі 4 жалғауды қолданамыз. Бұл s, es, ies және ves жалғаулары. Rule number 1, бірінші ереже s жалғауы. Ағылшын тілінде көптеген зат есімдер s жалғауы арқылы көпше түрге ауыстырылады. Мысалы, ball, balls, доп, доптар, немесе cat, cats, мысық, мысықтар. Rule number 2, екінші ереже es жалғауы. Егер сөз, яғни зат есім s, double s, яғни екі s әрпінен, немесе sh, ch, x, o әріптерінен аяқталса, онда сөздің соңында es жалғауы жалғанады. Мысалы, bus, buses, dress, dresses, brush, brushes, torch, torches, box, boxes, tomato, tomatoes. Алайда, кейбір о әрпінен аяқталатын зат есімдер бұл ережеге бағынбайды. Келесі көрсетілген сөздерді жатқа білу маңызды. Radio, radios, piano, pianos, photo, photos, rhino, rhinos, hippo, hippos, widow, widows. Rule number 3, үшінші ереже ies жалғауы. Егер сөздің соңында дауыссыз кейін ғана y әрпі көрсетілсе, онда y әрпін алып тастап, орнына ies жалғауын жалғаймыз. Мысалы, cherry, cherries. Cherry сөзіндегі y әрпін алдында дауыссыз r әрпі жазылған. Сол себепті сөздің соңындағы y әрпін біз ең алдымен i әрпіне өзгертіп, соңына es жалғауын жалғадық. Ал егер сөздің соңында ең алдымен дауысты кейін ғана y әрпі жазылса, онда біз тек s жалғауын жалғаймыз. Мысалы, boy, ол бала, boys, балалар. Boy сөзіндегі y әрпінің алдында o дауысты әрпі көрсетілген. Екі дауысты қатар кездескендіктен біз тек s жалғауын жалғадық. Егер y әрпінің алдында дауысты дыбыс, яғни әріп жазылатын болса, онда ies жалғауын жалғау қате. Rule number 4, төртінші ереже ves жалғауы. Егер сөз f және fe әріптеріне аяқталса, онда біз сөздің соңындағы f және fe әрпін алып тастап, орнына ves жалғауын жалғаймыз. Мысалы, leaf, жапырақ, leaves, жапырақтар. Leaf сөзінде көріп тұрғандарыңыздай fe әрпінің орнына біз ves жалғауын жалғадық. Кейбір f, fe әрпіне аяқталатын зат есімдер бұл ережеге бағынбайды. Бұл дегеніміз, келесі сөздерге біз тек қана s жалғауын жалғаймыз. Төменде берілген сөздерді жатқа білу маңызды. Мысалы, roof, roofs, giraffe, giraffes, cliff, cliffs және тағы да басқа сөздер жатады. Ал енді бүгінгі ереже бойынша тапсырма орындап көрейік. Берілген сөздерді көпше түрде жазып шығыңыз. Алдын айтылған 4 ережені және ережеге бағынбайтын сөздерді еске түсіріңіз. Видеоны паузаға қойып, тапсырманы жеке орындап көріңіз. Ары қарай біз дұрыс жауапты талдайтын боламыз. Сонымен дұрыс жауаптарды қарастырайық. Бірінші сөз lemon, яғни лимон сөзі. Бұл сөз es, ies немесе ves жалғауы бар ережелерге сәйкес келмейді. Сол себепті мұнда біз тек s жалғауын жалғадық. Lemon, lemons. Келесі bus және peach сөздері. Бұл сөздер s және sh әріптеріне аяқталады. Ереже бойынша біз мұнда es жалғауын жалғадық. Bus,
vases, peach, peaches. Төртінші сөз cherry, cherries. Y әрпінің алдында дауыссыз кездессе, онда IES жалғауы жалғанатынын еске түсірейік. Бесінші roof, roofs. Roof ережеге бағынбайтын сөз, сол себепті мұнда тек S жалғауы жалғанған. Мұндай сөздерді жатқа білу қажет. Келесі fox және glass сөздерін бірге талдайық. Ереже бойынша біз X және double S әріптеріне аяқталатын сөздерге ES жалғауын жалғаймыз. Бұл дегеніміз fox, foxes, glass, glasses. Сегізінші key, кілт сөзін талдайық. Ереже бойынша дауыстыдан кейін Y әріпі жазылса, онда біз сөзге тек S жалғауын жалғаймыз. Key, keys. Тоғызыншы piano, ережеге бағынбайтын сөз, сол себепті мұнда тек S жалғауы жалғанған. Мұндай сөздерді жатқа білу қажет екенін тағы да еске саламын. Оныншы potato, картоп сөзі. O әрпіне аяқталған. Ереже бойынша мұнда біз ES жалғауын жалғадық. Соңғы bowl және book сөздерін бірге талдайық. Мұнда барлығы оңай. Біз тек S жалғауын жалғаймыз. Bowl, bowls, book, books. Достар, сонымен біздің бірінші сабағымыз аяқталды. Сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийде жазып қалдырсаңыздар болады. Егер барлығы түсінікті болса, каналымызға тіркелуді және видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.